Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік таңы. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға болжаммен жауап беру және түпнұсқамен салыстыру. Мәтін мазмұнында кездесетін тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Қане балалар, алдымен тәуелсіздік сөзінің мағынасын ашып алайық. Сіздер тәуелсіздік сөзін қалай түсінесіздер? Әрине, тәуелсіздік бұл өз алдына бөлек болу, еркіндік, егемен, бостандық, дербес, азаттық деген мағынаны білдіреді екен. Сонымен оқушылар, біздер тәуелсіздік сөзінің мағынасын ашып алғандай болдық. Олай болса, мына бір мәтінді мұқият тыңдайық. Алматы қаласы 1986 жылдың 17 желтоқсанында таңғы сағат 8-де Брежнев алаңына, қазіргі жаңа алаң, жастардың алғашқы тобы келді. Қазақстанды өз ұлтынан шыққан басшы басқарсын. Қазақстанды әркімге билетпейміз. Тағы басқа ұрандар жазылған. 17-нен 18-не қараған түні алаң айнала қоршауға алынды. Жастардың жүздерінде үрейдің ізі де білінбейді. Бір кезде өрт сөндіретін машиналар көрінді. Жастардың үстіне су шашып, жаңбырдай боратты. Милиционерлер әуелі шерудің алдыңғы сапында жүрген қауіпті белсенділерін күшпен алып кетіп жатты. Күрек, сойыл, арсылдаған иттер де пайдаланылды. Желтоқсан оқиғасының бас қаһарманы Ләззат Асанова мен Қайрат Рысқұлбеков. Бұл екі қаһарманды ұмыту мүмкін емес. Рысқұлбеков Қайрат Ноғайбайұлы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. Ол 16-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы шеруіне белсене қатысты. Көтеріліс қатыгездікпен жанышталғаннан кейін 1987 жылдың қаңтарында ішкі істер органының қызметкерлері Алматыда бір төбелеске қатысты деген желеумен Рысқұлбековті Мойынқұм ауданының орталығында тұратын нағашысының үйінде демалып жатқан жерінен ұстап әкетеді. Кейіннен көпшілікке мәлім болғандай, тергеушілер Рысқұлбековке неше түрлі айла шарғылар қолдана отырып, оны Савицкийдің өліміне кінәлі деп таниды. Асанова Ләззат Алтынайқызы, желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Ләззат Алтынайқызы Алматыда 1986 жылы 17-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсене қатысқан. Орталықтың билеп төстеушілігіне наразылық білдіріп, қаладағы жаңа алаңға, қазіргі республика алаңы алғашқы болып шыққан Ләззат Асанова ереуілшілер қатарында қазақтар кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміз тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат бола аламыз деген ұранмен шықты. Қане балалар, желтоқсан оқиғасына не түрткі болды деген сұраққа болжаммен жауап беріп көріңіздерші. Желтоқсан оқиғасына не түрткі болды? 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанды басқаруға өзге ұлт өкілі сайланды. Бұған наразы болған қазақ жастары 17 желтоқсан Алматыдағы орталық алаңға жиналып, әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген талап қойып ұран көтерді. Орфография дегеніміз не? Соған тоқталайық. Орфография дегеніміз сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жүйесі, яғни соны қарастыратын тіл білімінің саласы. Орфография сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жүйесі және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы. Орфография дыбыстарды әріппен таңбалауды, түбір сөздер мен қосымшалардың жазылуын, сөздерді бірге, бөлек және дефис арқылы жазуды, шылаулар мен одағайлардың жазылуын, бас әріптердің қолданылуын, сөздерді тасымалдау тәртібін белгілейді.
Қазақ тіліндегі орфографиялық ережелер үш принципті басшылыққа алады. Олар морфологиялық принцип, фонетикалық принцип, тарихи дәстүрлі принцип. Морфологиялық принцип сөздердің түбірі мен оған жалғанатын қосымшаның тұлғасы сақталып жазылады. Мысалы, басшы. Біздер айтқан кезде басшы деп екі ш әріпін айтамыз. Фонетикалық принцип сөз бөлшектерінің дыбыстық өзгеріске ұшырауы есепке алынып, олар айтылуынша жазылады. Мысалы, тауып. Яғни бұның түбірі тап деген сөзден шықты, бірақ табып емес, тауып деп жазылады. Үшінші, тарихи дәстүрлі принцип. Сөздердің қалыптасып кеткен жазылу дәстүрі сақталады. Мысалы, спорт, капитал, кандидат және тағы да басқа. Бұл сөздер, яғни әлем бойынша қалыптасқан стандарт бойынша жазылған сөздер. Олай болса, балалар, жоғарыдағы ережеге сәйкес мына бір тапсырманы орындап көрейік. Қане, тапсырманың шартын сіздерге таныстырып өтейін. Төмендегі сөздерді жазылу принципіне қарай топтап жаз. Оларды қатыстырып сөйлем құра. Жоғарыда біздер жазылу принципі, яғни морфологиялық принцип, фонемалық принцип, тарихи дәстүрлі принцип деп үшке бөлінетінін айттық. Олай болса, мына сөздерді марқасқа, жұмысшы, авиация, қолғабыс, кітабым, қаһарман, көзілдірік, хайуанат, белбеу, гауһар, қаланың, дүние. Міне осы берілген сөздерді жазылу принципіне қарай топтап жазасыздар. Оларды қатыстырып сөйлем құраңыздар. Сонымен балалар, біздер бүгінгі сабағымызда орфография туралы түсінік алдық. Тәуелсіздік жолында күрескен тарихи тұлғаларға тоқталдық. Олай болса, балалар, үйден 10-шы беттегі 11-ші тапсырманы орындаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.